Сәлем достар, менің есімім Анель ханым, мен сексологпын. Бүгінгі тақырып опыт керек пе, яғни тәжірибе, жыныстық тәжірибе керек пе. Осындай бір сұрақ оқырманнан келген, соны сізге оқып берейін. Бірінші, жасым 20-да, жақын жыныстық қатынасқа әлі болып көрмедім. Ағалардан естіп жатамыз опыт дегенді. Егер оны үйренбесең, яғни қыздарға барып көрмесең, ертеңгі күні әйеліңді қинайсың дейді. Бұйырса жақында үйленемін, соған айтар ақылыңыз. Қызық сұрақ. Ең бірінші, YouTube парақшамда бірінші жыныстық қатынасқа дайындалу деген жақсы видео бар. Сол жерде мен техникалық тұрғыда, сөйлеу тұрғыда, өзін дайындалу жағында сол жерде бәрі жақсы айтылған, соны қараңыз. Екіншіден, опыт дегені тәжірибе, жыныстық тәжірибе, әйелің мен ерлі-зайыптылардың арасында болғаны дұрыс. Бұның ертең әйеліңді қинайсың деген ұғым менің ойымша өте қайдан шыққаны түсініксіз. Әрине, мен түсінемін, мысалға, кейбір мысалға үйленген соң екеуі де ештеңе білмейді, мысалға да не істеріңді білмей қалады. Бірақ бұл норма. Сол үшін сіз бір-біріңізді қаншалықты бір-біріңізге деген сенім, қаншалықты бір-біріңізге еркін сезесіз, қаншалықты бір-біріңізді сүйесіз. Сол ең бірінші фактор ертеңгі сіздің жыныстық қатынас, қарым-қатынаста қаншалықты жақсы гармонияда болады деген. Тек осы. Сіз қаншалықты егер де қаншалықты мысалы ер кісіде опыт болса да, тәжірибе жыныстық болса да, ертең мысалы үйленгенде осындай ертең әйелі қинамайды деген ешкім гарантия кепіл бере алмайды. Сол үшін опыт дегеніне сіз жүгірмеңіз, бұл сізге ешқандай кепіл бермейді. Сексолог ретіндегі сізге кеңесім ең бірінші жыныстық қарым-қатынас, психологиялық тұрғыда білім алу. Қазіргі таңда ақпарат өте көп. Кішкене ізденіп, жыныстық қарым-қатынас орнату, қандай мысалы, осы менің YouTube парақшамда, мысалы, мен әйел тұрғыда, мысалы, анатомиялық тұрғыда, сондай көптеген тақырыптарды қозғаймын, осындай мәліметтерді ізденіп табуға болады. Және де осындай көптеген мәселелерді шын мәнінде сіздің ара қарым-қатынасыңызға қарай сіз көптеген мәселелерді оңай жеңіл шеше аласыз. Сол үшін қыздарға барып, анау-мынау дегенді сіз ұмытыңыз, керек емес. Бұл енді жаңадан шыққан ұғым емес шығар, бұрыннан бері келе жатқан ұғым. Бірақ менің ойымша, бұрынғы кезде интернет болған жоқ, адамдар ақпаратты қайдан алатынын білмеді. Сол үшін әрине қыздарға барып, арнайы солар сені үйретеді деген ұғым болған. Соған мен сондай болуы мүмкін деп ойлаймын. Бірақ та қазіргі кезде заман өзгерді, қазір ақпарат өте көп, білікті мамандар өте көп. Сол өзіңізді бір сүймейтін, болашақты көрмейтін адамға барғанша өзіңізге кішкене білім алып, ертеңгі өзіңіздің әйеліңізбен осы бәрін ашық сөйлесіп істегені жақсы емес пе? Сізге сәттілік тілеймін. Осы парақшама жазылып, мені қарап жүргеніңізге қуаныштымын. Рахмет, сау болыңыз.